Қадірлі аналар, апалар, әжелер, бүгін мен сіздерге өте маңызды, өте шұғыл хабарды айтуым керек. Бұл ролик сізге ақшаңызды сақтап қалуға көмектеседі. Сондықтан соңына дейін тыңдаңыз, 1 секундта да экраннан кетпеңіз. Бүгінгі тақырып пенсиялық жас. 7 жылдан астам уақыт бойы Қазақстанның миллиондаған әйелдері бір сұрақпен өмір сүрді. Неше жаста зейнетке шығамын? 61 жаста ма, 63-те ме? Және міне ресми жауап бар. Жауап сізді шошытады. Жақсы жаңалық, 2026 жылы әйелдердің зейнеткерлік жасы өзгерген жоқ. 61 жас өзгеріссіз қалды. Жаман жаңалық, бұл тыныштық ұзаққа созылмайды. 2028 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнеткерлік жас өсе бастайды. Және 2031 жылға қарай ол 63-ке жетеді. Яғни сізде тура қазір мүмкіндік бар. 61 жасыңызда зейнетке шығып үлгеріңіз. Бірақ ол үшін не істеу керек? Қандай жылдары туған әйелдерге нақты қауіп төнеді? Қандай заңды жолдар бар? Мұның бәрін осы роликте егжей-тегжейлі талдаймыз. Дайын болсаңыз, бастайық. Қадірлі апалар мен аналар, мен сіздермен жай заңгер ретінде емес, адам ретінде сөйлескім келеді. Сіздер Қазақстанның арқа сүйер тірегі. Сіздер таңертең ең бірінші тұрып, кешке ең соңғы жататындар. Сіздер колхоз даласында, зауыт цехтарында, мектеп кластарында, аурухана палаталарында 30-50 жыл бойы тер төктіңіздер. Қолдарыңыздың қозадағын кім санады? Ешкім санамады. Балаларды өсірдіңіздер, немелерді бақтыңыздар, үйді ұстадыңыздар, азық түлікті есептедіңіздер. Ерлеріңіз демалып жатқанда сіздер тағы да жұмыс істедіңіздер. Сонда бүгін мемлекет сізге не ұсынады? 63 жасқа дейін жұмысты жалғастыруды. Бұл әділеттілік пе? Мен заңгер ретінде айтамын, формальды түрде заңды, бірақ адамгершілік тұрғысынан бұл ауыр жүк. 63 жасқа дейін жұмыс жасаңыз деп айту, бұл жай сөз емес. Бұл денсаулықтың нашарлауы, буындардың ауруы, жүректің шаршауы. Біраз жыл бұрын елімізде үлкен қозғалыс болды, қоғам дауысын естіді, президент шешім қабылдады. 2023 жылдан бастап 2027 жылдың соңына дейін 61 жас өзгеріссіз. Бұл халықтың жеңісі, бұл сіздердің жеңістеріңіз, қадірлі аналар. Бірақ бұл жеңіс уақытша. 2028 жылы жаңа кезең басталады. Сондықтан мен сізге бүгін айтамын, қолдан берілген мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Пікірлерге өтіліңізді, мамандығыңызды және бірінші алған зейнетақыңыздың мөлшерін жазыңыз. Мен әр жауапқа жеке жауап беремін. Сіздер жалғыз емессіздер, мен бармын. Қадірлі отандастар, 1 секунд тоқтайық. Мен осы арнаны неге жүргіземін? Бай болайын деп емес, танымал болайын деп емес. Мен осы арнаны жүргіземін. Өйткені күн сайын маған хабарлама жазады. Арман аға, маған зейнетақы берілмеді. Не істейін? Немесе Арман аға, мұрағатта құжаттарым жоғалып кетіпті, көмектесіңізші. Немесе Арман аға, сонда 5 рет болдым, нәтиже жоқ. Бұл хабарламалардың артында нақты адамдар, нақты ауырсыну, нақты жоғалған ақша. Заңды білмеу, бұл сізді ақшаңыздан айырады. Ал біздің арна сіздің заңи қорғаншыңыз. Мен мұнда күн сайын не өзгергенін, қандай заңдар қабылданғанын, қандай құқықтарыңыз бар екенін бәрін қарапайым тілде түсіндіремін. Сондықтан, егер осы роликті алғаш рет көріп отырсаңыз, қазір жазылу батырмасын басыңыз, қоңырауды қосыңыз. Жаңа ролик шыққан сайын сізге хабарлама келеді. Ол хабарлама бір күні сіздің зейнетақыңызды сақтап қалуы мүмкін. Жазылдыңыз ба? Жарайсыз, жалғастырамыз. Ендігі кезекте тарих туралы сөйлесейік. Бұрын кеңес дәуірінде зейнетке шығу қарапайым болды. Колхозда жұмыс жасадыңыз ба? Зейнетке шығасыз. Зауытта болдыңыз ба? Зейнетке шығасыз. Мектепте сабақ бердіңіз бе? Зейнетке шығасыз. Ешкім сізден порталда тіркелуді, электрондық сертификат жасауды, мұрағаттан анықтама алуды талап еткен жоқ. Бос уақыт болмаса да, барлығы жай ғана жүрді. 90-шы жылдары бұл бәрі өзгерді. Жүйе ыдырады, мұрағаттар жоғалды, кәсіпорындар жабылды, миллиондаған адамдардың еңбек кітапшалары жоғалып кетті, немесе жанып кетті, немесе жай ғана ешкім оларды сақтамады. Қазір сол адамдар зейнетке шыққысы келсе, дәлел іздеп мұрағаттарда жүреді. Ал мұрағаттарда бар ма сол дәлелдер? Кейде бар, кейде жоқ. Ал цифрлық технологиялар бір жағынан жақсы. e-gov арқылы өтінішті үйден бере аласыз. Екінші жағынан, егер сіз интернетті білмесеңіз, балаларыңыз жоқ болса, қасыңызда көмектесетін адам болмаса, жүйе сізді езеді. Сонда кезекте отырасыз. Кез келген себеп қайтарым аласыз. Тағы барасыз, тағы қайтарым.
Бюрократия ол тосқауыл. Ал ең үлкен тосқауыл заңды білмеу. Мен сізге бүгін айтамын. Сізде өз құқықтарыңызды білуге толық мүмкіндік бар. Және соны пайдалану сіздің борышыңыз өзіңізге қатысты. Енді ең маңызды бөлімге келдік. Нақты сандар, нақты жылдар, нақты фактілер, ресми мәліметтерге сүйенсек, Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексіне сәйкес 2028 жылдың 1 қаңтарынан бастап әйелдердің зейнеткерлік жасы кезең-кезеңімен өседі. Мынандай кесте бойынша 2028 жылдың 1 қаңтарынан бастап 61,5 жас, 2029 жылдың 1 қаңтарынан бастап 62 жас, 2030 жылдың 1 қаңтарынан бастап 62,5 жас, 2031 жылдың 1 қаңтарынан бастап 63 жас. Демек 2031 жылдан бастап ерлер мен әйелдер үшін бірдей 63 жас белгіленеді. Енді нақты сұрақ, бұл кімдерге тиеді? Бірінші санат қауіп аймағындағылар. Егер сіз 1967 немесе 1968 жылы туылған болсаңыз, 28 жылы 61 немесе 62 жаста боласыз. Демек өтпелі кезеңге тап боласыз. 61,5 жасқа дейін күтуіңіз мүмкін. Екінші санат одан жас туылғандар. 1969 жылы және одан кейін туылғандар 2030 немесе 31 жылдары зейнетке шығу кезінде толық 62,5 немесе 63 жасқа дейін жетулері мүмкін. Яғни бұл ең ауырсыну нүктесі. Үшінші санат, жақсы жаңалық алушылар, егер сіз 1965 немесе 66 жылы туылған болсаңыз, сіз 2026-да немесе 27-де зейнеткерлік жасқа жетесіз. Яғни 61 жасыңызда бұрынғы ережемен зейнетке шыға аласыз. Үлгеріңіз, мерзімді жіберіп алмаңыз. Өйткені 2028 жылдың 1 қаңтарынан кейін ойын ережелері өзгереді. Алғаш рет зейнетке шыққыңыз келсе, қазірден дайындала бастаңыз, құжаттарды дайындаңыз, ЕНПФ-тің жеке кабинетіне кіріңіз, накопленияларыңызды тексеріңіз, еңбек стажыңызды растайтын анықтамаларды жинай бастаңыз. Ертеңге қалдырмаңыз, өйткені бюрократия жылдам жұмыс жасамайды. Қадірлі апалар, мен заңгер ретінде сізге маңызды бір нәрсені айтуым керек. Заңда барлығы үшін бірдей ереже жоқ. Кейбір санаттар үшін мүлдем басқа ережелер бар. Және бұл ережелер заңды, ресми. Сіз оларды пайдалана аласыз. Бірінші заңды жол көп балалы аналар үшін. Егер сіз 5 немесе одан да көп балаңызды туып 8 жасқа дейін тәрбиелеген болсаңыз, сіз 53 жасыңызда зейнетке шығуға құқығыңыз бар. Бұл әлеуметтік кодекстің нормасы. Жарамды. 53 жас бұл 61-ге дейін тағы 8 жыл жұмыс жасамайсыз деген сөз. 8 жыл. Бұл уақытта немерелеріңізді бақтыңыз, денсаулығыңызды сақтадыңыз, тыныш өмір сүрдіңіз. Осы жеңілдікті білмейтін миллиондаған аналар бар. Олар 61 жасқа дейін жұмыс жасап, денсаулықтарын бұздырды. Неге? Өйткені ешкім оларға айтпады. Мен бүгін айтам, сізде 5 және одан көп балаңыз болса, соңға барыңыз. 8 жасқа дейін тәрбиелегеніңіздің дәлелін алып барыңыз. Балалардың туу туралы куәліктерін жинаңыз. Өтінішті 2 данада жазыңыз және зейнетақыңызды алыңыз 53 жасыңызда. Екінші заңды жол Семей ядролық полигонының зардап шеккендері үшін. Бұл ерекше жағдай. Егер сіз 1949 жылдың 29 тамызынан бастап 1963 жылдың 5 шілдесіне дейін Семей полигонының аса қауіпті немесе максималды радиациялық қауіп аймақтарында кемінде 5 жыл тұрып, сол заңда аталған аймақтарда өмір сүрген болсаңыз, сіз 45 жасыңызда зейнетке шыға аласыз. 45 жас. Бұл үлкен жеңілдік, бірақ өкінішке орай көпшілігі бұл туралы білмейді, немесе білсе де қандай құжаттар керек екенін білмейді. Маған жиі сұрайды, Арман аға, мен Семейдеміндер, бірақ маған бермеді. Неге бермеді? Өйткені дұрыс құжаттар болмаған, немесе дұрыс аймақта тіркелмеген, немесе дұрыс заңға сілтеме жасалмаған. Осы мәселе бойынша жеке сұрақтарыңыз болса, пікірлерде жазыңыз. Мен жауап беремін. Үшінші заңды жол зиянды еңбек жағдайлары. Егер сіз ұзақ уақыт зиянды жағдайларда жұмыс жасап, ЕНП кемінде 7 жыл аударым жасаған болсаңыз, 55 жасыңыздан бастап арнайы әлеуметтік төлемге құқығыңыз бар. Орташа мөлшері 208 мың теңгеден жоғары. Бұл зейнетке ресми шыққанша ақша алудың заңды жолы. Кен шахталарында, химиялық зауыттарда
ыстық цехтарда жұмыс жасағандар, тексеріңіздер. Сіздердің бұл төлемге құқығыңыз болуы мүмкін. Және ешкім сізге өздігінен келіп бермейді. Сіз өзіңіз өтініш бересіз. Қалай? Жұмыс және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне немесе ЦОН арқылы. Еңбек кітапшаңыз немесе мұрағат анықтамасы, жеке куәлігіңіз және ЕНПФ-тегі аударымдар туралы анықтама. Міне негізгі құжаттар. Қадірлі апалар мен аналар, біз ролик соңына жеттік. Мен сізге бүгін өте маңызды ақпарат бердім. Жинақтайық. 2026 жылы 61 жас өзгеріссіз. Бұл тыныш жыл, бірақ 2028 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнеткерлік жас өсе бастайды. 6 айдан 6 ай, жарты жылдан жарты жылға 63 жасқа жеткенше. Демек сізде нақты тапсырмалар бар. Бірінші, ЕНПФ-тің жеке кабинетіне кіріп, нақтарыңызды тексеріңіз. Мекенжайы empf.kaz немесе egov.kaz арқылы кіруге болады. Екінші, еңбек стажыңызды растайтын барлық құжаттарды жинаңыз. Еңбек кітапшасы, мұрағат анықтамасы, жұмыс орнының куәліктері. Үшінші, 1998 жылға дейінгі еңбек өтіліңіз бар ма? Тексеріңіз. Ол солидарлық зейнетақыны есептеуде шешуші рөл атқарады. Төртінші, 5 және одан көп балаңыз болса, міндетті түрде ЦОН-ға барыңыз және 53 жасыңыздағы жеңілдіктен хабарыңыз болсын. Бесінші, кез келген сұрақтарыңыз болса, бірінші кезекте egov.kz сайтына кіріңіз немесе жақын жердегі ЕНПФ кеңсесіне барыңыз. 2 данада өтініш жазыңыз, 1 данасын өзіңізде сақтаңыз. Және ең маңызды қойытын туралы уайымдамаңыз. Заңда жолдар бар. Мен Бекзатұл Арман, сізге жол нұсқаушы болайын. Пікірлерге жылу туылған жылыңызды жазыңыз. Мысалы, 1965 немесе 1970 және мен сізге дәл нешін жылы зейнетке шығасыз екеніңізді жауап беремін. Жеке жауаптарыңызды күтемін. Бұл әділеттілік пе? Сіздер не ойлайсыздар? Пікірлерде жазыңыз. Құрметті аналар, апалар, сіздер бұл жасқа дейін еңбек еттіңіздер. Сіздердің зейнетке заңды жолмен ерте тыныш шығуға толық құқығыңыз бар. 61 жасыңызда шығыңыздар. 2028-ге дейін мүмкіндік бар. Сау болыңыздар, қадірлі отандастар. Арнаға жазылып достарыңызбен бөлісіңіздер. Тағы кездескенше.